Сәлеметсіздер ме Сырлы Сайт каналының оқырмандары? Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Рахмет. Менің анам бәйбіше болған. Әкем екі қызды өмірге әкелген анамды менсінбей өзінің ұнатқан әйелін балаларымен қосып тоқалдыққа алған екен. Әкем анама үйленбей тұрып, ауылдағы жесір Сәнімгүлге ғашық болады. Екі баласымен жесір қалған Сәнімгүл бұл ауылға қаладан көшіп келген. Әпкесінің жағдайы жақсы, әрі дүкені бар. Сол дүкенде жұмыс істейтін. Жұмыртқадай аппақ, көздері бодадай. Қасы қиылған, шашы ұзын сұлу келіншектің екі баласы бар деп ешкім ойламады. Ауылдың әдеті емес пе? Ауылға келген Сәнімгүлге осы ауылдың үлкен кішілі еркегінен бөлек әйелдеріне дейін көздері талғанша қарайтын. Әпкесінің дүкенінде жұмыс жасағалы, еркектер қайта-қайта дүкенге кіретін. Ештеңе алмаса да Сәнімгүлді көру үшін, танысу үшін талай сөздерде айтылды. Бірақ ешқандай жігіттерге мүмкіндік бермеді. Осы сұлу келіншектің жүрегіне жылу сыйлаған менің әкем. Әкем ұзын бойлы, сымбатты. Оқуды бітіріп келген кезі. Қыздар қызығатындай түр келбеті бар. Ауылға келген сұлу келіншек туралы жиі естіген. Бірақ аса мән бермеген екен. Өйткені менің анам екеуі мектеп оқып жүргенде жүрген. Сол алғашқы махаббаттары мектеп бітіріп, екі қалада оқыса да үзілмеген. Оқу бітіріп, 2 жас отау құруды жоспарлап. Ата-аналары бала кезден араласатын құрдастар. Сол құрдастар құда боламыз деп, қуаныштары 2 еселеніп, тойдың қамына кіріседі. Тойға дайындық болып жатқанда нағашы атам көз жұмады. Сонымен той кейінге қалады. Анаммен кездесе алмаған менің әкем достарымен жиі қыдырып жүрді. Айтатыны сол ауылдағы Сәнімгүл әйел. Әлі ешкім оны өзіне қараталмағанын айтқан жігіттер, осы әйелді кім өзіне қаратар екен? Не деген сұлу әйел? Бар алтынымды берсем де, соның құшағында жатсам арманым жоқ, деп әзіл қалжың аралас сөздермен ішкі ойларын айтып жатыр. Бірде кешке қарай дүкенге сыра алуға кірген әкемнің ақшасы жетпей қалады. Сол кезде жымиған Сәнімгүл: «Мейлі, сосын төлерсің ақшаны. Есіміңді кім деп жазып қоямын?» деп жылы сөйлеседі. Сұлу келіншектің жымия қарағаны менің әкемнің жүрегіне шоқ түсіргендей болды. Ертеңіне кешегі жетпей қалған ақшаны апарғанда дүкенде Сәнімгүл жалғыз тұрады. Сол кезде менің әкемде мүмкіндікті жібермей, танысып жақсы араласып кетеді. Сәнімгүл әкемнен 5 жас үлкен. Ол кезде үй телефоны болатын. Сол телефонмен Сәнімгүлмен менің әкем байланыс жасап, кездесуге де шығады. Міне, осылай менің әкем Сәнімгүл келіншекке ғашық болып қалады. Бала кездегі махаббаты, алғашқы махаббаты менің анамды бір сәтке ұмытып кеткендей. Анам екеуі қанша жыл кездесіп жүрсе де, құшақтасудан артық қадам жасамаған. Ал Сәнімгүлмен алғаш кездескенде еріндері бір-біріне лезде табысып, жарқ-жұрқ еткен аппақ жалаңаш мүсінін көрген менің әкемде ес қалмаған. Табиғаттың заңы ғой. Сұлу әйел жалаңаш мүсінін көрсеткенде өзін ұстай алмайтын еркек ол әйелдің етегіне құлай кеткенін айтпасам да біліп отырсыздар. Міне, осылай менің әкеммен жесір әйелдің құштарлыққа толы кештері жалғасын табады. Ел құлағы елу демекші, ауыл тұрғындары да бұл жаңалықтан құр қалмайды. Әкемнің достары тез жиналып, той жасауға асықтырады. Ата-әжем мектеп мұғалімдері. Өз аттарына кір келтіруден қорыққан болу керек. Әрі баласы бар әйелді келін ету қай ата-анаға оңай дерсіз. Әкемнің тойдан бас тартқанына қарамастан, менің анамды жеңгелері арқылы алып қашады. Өйткені әлі де әкесінің жүзі өтпеген еді.
Негізінде сырға салып дүркіретіп аламыз деген ойлары кейінге қалдырылған болатын. Кезінде өлерде ғашық болған алғашқы махаббатына ызалана қарайтын секілді. Басында анам мән бермеген екен. Иә, жұрттың өсегін естігені рас. Алайда мектеп кезінде ешкімге қарамаған сүйіктісіне сенді. Әлі де баяғы махаббат сөнбеді деп ойлап жүр. Ал әкем болса, өзінен 5 жасқа үлкен әйелдің төсегін аңдып жүр. Үйленіп кеткеніне әкемді кешірмеген болу керек. Біраз уақыт екеуі де араласпай көңілсіз жүрген ғашықтарды ауыл ұзын құлақтары тағы да жарыса айтысты. Арада жыл өтіп мен дүниеге келдім. Әкемнен басқасының бәрі қуанған екен. Ал әкем Сәнімгүл ғашығымен қайта қауышыпты. Анам енді ғана елдің өсегіне мән бергендей. Күйеуінің жүрісі күдік ұялатқан. Алайда анам әкемді қатты сүйетіні соншалық, көңілімдегі күдікті де сейілтеді. Мен ата-әжемнің қызымын. Өте ерке болып өстім. Анам көп өтпей тағы қызды дүниеге әкелді. Әкем үшін енді күнде ішу басталды. Анам тағы қыз туғаны үшін таяқ жейді. Сонда да анам бәріне шыдап жүр. Әкемнен кейінгі ағаларым үйленіп, ата-әжем менің әке-шешемді бөлек шығарды. Үлкен қаладан бір бөлмелі пәтер алған. Әке-шешемнің өмірі жақсара қоймады. Анам жұмысқа шығып, бізді асыраса, әкем ғашығын іздеп, ішімдіктен бас көтермеді. Берекеті кеткен отбасы болдық. Мен әжемнен кеткім келмеген. Алайда әжем анаңмен тұруың керек деп мені ауылға қалдырмады. Кішкентай болсақ та талай отбасылық қырғынның куәсі болған сіңілім қатты қорқақ болды. Көз алдымда анамыз қан жоса болып жиі жататын. 2-3 күн үйде емделіп қайта жұмысына шығады. Неге ұрысып қырылып жүр десем, сол баяғы Сәнімгүлдің жыры екен. Оны кейіннен білдім. Күндегі ұрыс соққы ақыры анам өз рұқсатын беріп, Сәнімгүлді әкеп тоқалдыққа алды. Әкемнен айырылып қалмау үшін анам тұрып жатқан үйімізді сатып, қаланың шеткі жағынан ескілеу 4 бөлмелі үй сатып алды. Сол үйді алғалы әкем арақ ішуін қойып, жұмысқа да тұрып, жақсы әке бола бастады. Күндегідей ұрыс жоқ, бәрі тамаша. Мен қатты қуанып жүрмін. Анамның қабағы түсіңкі. Оған мән бермеймін. Әкемнің ішпей келіп, анамды ұрмайтынына мәзбін. Бірақ ол бақытты күнде ұзақ болмады. Бақытты отбасы болдық деп жүрсем, әкем өз тоқалын әкелетініне қуанып жүргенін білсемші. Сол тоқалы үшін ішімдігін тастап, жұмысқа шыққаны да сол екен. Қыс айы болатын. Үйге шыпырып әкемнің тоқалымен бірге ілесіп келген ұлы мен қызы келді. Ол кезде 9 жаста болуым керек. Мен оларды қонақ деп ойладым. Әкем үйге дастарханға қоярсың деп түрлі тәттілер әкелген. Сол тәттілерге алданып мен жүрмін. Бұл қонақтарға тек анам қуанбады. Әкем маған, бұл сенің екінші аның, мыналар ағаң әпкең деп таныстырып қойды. Мен таңданып тұрмын. Қалай екінші анам болады деп ойлап қоямын. Ертеңіне туыстарды ертіп келген ата-әжем үйге келді. Келе сала айқайға басты. Әй салдақы, екі дүниеде оңбай кеткір. Біреудің айрандай ұйып отқан отбасын құртып, кет бұл үйден, қараңды батыр. Бұл сөздерге шыдамаған менің әкем өз әке-шешесін қуып шықты. Басқа да туыстарын енді көрместей үйден қуды. Ол кезде анам жұмыста. Жұмыстан келген анамды әкем ашуланып тағы да соққыға шықты. Бұл жолы шыдамаған болу керек. Анамның туыстары әкемнің үстінен арыз жазып, түрмеге жапты. Өйткені анам басынан қатты соққы алды. Анамның туыстары Сәнімгүлді сүйрелеп жүріп, үйден қуды. Жағдай бұнымен жақсармады. Анам соққы алғанда кішкентай сіңілім қатты қорқып талып қалған еді. Сол күннен бастап сіңілім қатты қорқса,
Аузынан ақ көбік шығып, талып қалатын ауруға ұшырады. Анам болса, ұзақ уақыт комада жатып, бұл өмірмен қоштасты. Ажалы өз әкемнің соққысынан келді. Талай жылап қайғырдым. Сіңілім болса, тым әлсіз әрі ауру болып қалды. Әжем ауру немере бағуға дәрмені жетпей, жетімдер үйіне амалсыз өткізді. Мен сол кезде ғана түсіндім. Анамның орнын ешкімде баса алмайтынын. Бұрын әжемнің қызы мен деп, байғұс анама еш жоламаушы едім. Әттең-ай, тағы бір мүмкіндік берсе, анамды құшақтап, иісін бір рет иіскесем арманым болмас еді. Кезінде анамды емес, әжемді сағынып жылайтын мен, енді міне анамды сағынып, көздерім жылаудан ісініп, жеңгемнің ұрысын да, таяғын да жеп 18-ге аяқ бастым. Мектеп бітіріп, ата әжемнің зейнетақысымен ақылы оқу бұйырды. Мектепті үздік оқуға мүмкіндік болмады. Ата әжемнің қолдауымен ақылы оқуға түстім. Оқу орнын бұрын тұрған қаладағы үйімізде тұру үшін таңдаған едім. Бірақ ол үйде әкем тоқалмен тұрып жатқанын өз көзімен көрдім. Әкем болса өз жазасын өтеген соң, Сәнімгүлді қайта тауып алып, сол үйде тұрып жатыр екен. Қанша жылдан соң көздерім жасаурап, анама деген сағынышым жүрегімді сыздатып, сол бір үйге аяқ бастым. Есік алдында белі бүкірейген әкем жүр. Бұрын ұзын бойлы еді. Қазіргі түріне әжім басқан. Үстіне киген киімдері де кірлеп кеткен бе? Әлде көзіме солай көрінді ме екен? Осы Сәнімгүл үшін қылмыскер болды емес пе? Бұрын анам барда қандай еді? Қанша арақ ішіп, теңселіп жүрсе де, киген киімі тап-таза. Үйдің ішінде анам байғұс айнадай қылып ұстайтын. Тазалықты жаны сүйетін анашым-ай. Әкемнің тоқалы Сәнімгүл түрі әдемі болғанымен не пайда? Тазалығы жоқ, былжыраған әйел екені көзге көрініп тұр. Үйдің ішінен кіргеннен ақ үй іші кірленген. Көрпелердің иісі, ыдыстарының сырты май қатқан лас. Айта берсем көп енді. Әкемді жек көрсем де, онымен тұруға мәжбүрмін. Сосын бұлар тұрып жатқан үй менің де үйім. Менің де қақым бар бұл үйде тұруға. Әкем бұрынғыдай емес. Келгеннен кешірім сұрап, ботадай босады. Бірақ бұл істеген ісі кешірімі менің кешіруге деген сезімімді оятпады. Әкемді кешірсем, Алладан қорқып кешірдім. 2 жылдан соң сіңілім 18 жасқа толады. Оның тұратын жері болуы тиіс. Сол себепті осы үйді паналауға тура келеді. Сол себепті әкем барда, Сәнімгүлдің алдында әзірге еш мінезімді көрсете алмаймын. Әкем бір ай үйде болмай КамАЗ айдайды. Россияға зат тасиды екен. Ол мен үшін керемет сәт. Әкем үйде болмағанда Сәнімгүлге тиісуді әдетке айналдырдым. Өршескенім соншалық өлтіргім келетін. Сәнімгүл бұлай жаны жұмсақ жақсы әйел. Кезінде ғашықтықтан көздері байланып, біреудің отбасын бұзғанына, анамның өліміне өзін кінәлі екенін талай айтып кешірім сұрағанда, мен жылап тұрып, сенің кесірінен анасыз қалуға қандай қақым бар еді? Кішкентай сіңілімнің тағдыры кім өзгертті? Бәріне кінәлі әкем екеуің. Алла жазаларыңды берсін. Осылай ішімдегі бар мұңымды шығарып аламын. Сөйтсем, Сәнімгүлге Алла өз жазасын берген екен. Өз ұлы туған қарындасын зорлап, түрмеге түскен. Кейіннен біліп жатырмын. Бұл мен үшін ең қиын оқиға еді. Аллаға шүкір деймін, кезінде сол балаларымен бірге тұрмағаныма. Сәнімгүлдің қызы намыстан өз-өзіне қол жұмсаған екен. Ұлы түрмеге түскесін, Сәнімгүл күйзеліске түсіп, көшеде қаңғыбастар қатарына қосылған. Алланың жазуы шығар, әкем сүйіктісін тауып алып, осы үйді тып-тыныш тұрып жатқаны. Не десек те, екеуі де өз жазаларын алды. Әкем әлі күнге дейін ата әжемнің алдына барған емес. Мүмкін батылы жетпейтін шығар. Бұл өмірде әке-шешенің разылығын алмай, өзгенің көз жасымен бақытты боламын дейтін жандар қатты қателеседі. Арада 1 жыл өтті. Мен 1-ші курсымды аяқтадым.
Бұл уақытта баяғы жек көретін Сәнімгүл Тоқал жалғыз сырласым, мұңдасым, ақылшым болған. Кезінде сондай жек көрген адамым бір жылға жетпей жақын жанашырым болды. Алғашқы студенттік өмірімді осы Сәнімгүлмен бөлістім. Өзім қатарлы құрбылармен араласа алмаймын. Менің түрім әкеме ұқсаған, бірақ ісім анама тартқан. Үй шаруашылығына өте пысықпын. Әкем келгенде бақытты жанұя секілді әңгімелесіп тамақ ішеміз. Демалыс күндері балалар үйіндегі сіңіліме барып тұрдық. Әкем сол баяғы кешірім сұраудан жалықпады. Әкем негізі сіңілімді 18 жасқа толмай алғысы келген, бірақ заң бойынша берілмейді екен. Сіңілімнің келуіне 1 жыл қалды. Сәнімгүл екеуміз бөлмесін сәндеп қуанып жүрміз. Үй жақта көрші ағай бар. Мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды. Менен 20 жасқа үлкен. Десе де әлі сымбатты. Бастапқыда ол ағайды 30-дағы ер адам деп ойладым. Иә, шынымды айтайын, алғаш көргеннен ғашық болдым. Бірақ менен 20 жасқа үлкен екенін естігенде түнімен жылағаным есімде. Алғашқы жауапсыз махаббатым еді. Өзімде жігіт қарайтын келбетім бар. Группада жігіттер сөзде айтты. Бірақ еш қайсына жүрегім дір етпеген. Ал мына көрші ағайды көргенде бір сәт көздерімді ала алмай, тұрған жерімде қатып тұра беріппін. Ол ағайдың: "Кішкентай көрші, көлігіңді жүргізуім керек еді. Айып болмаса жол бересіз бе?" деген сөзіне мән бермей, күлімдеген жүзіне қарай беріппін. Дүкеннен келе жатқанмын. Бұл көршіні сыртынан көргенім бар. Түр әлбетін енді анық көріп тұрмын. Әлгі сөзінен соң қатты ұялып үйге қарай асыға жөнелдім. Үйге келген соң Сәнімгүлден асыға ол кісі жайлы сұрай бастадым. Бұрын үйленіп ажырасқан. Балалары мен қатарлы екенін білгенде үнсіз езіліп жыладым. Махаббат деген осы ма екен? Өзімнен қанша жас үлкен болса да, ол кісіні көргім келіп барады. Ал ол кісі болса, маған мойын бұрып та қарамайды. Бірде сабақтан келіп, үйге қарай кіре бергенім сол еді. Алдымнан Сәнімгүл шығып, қолымнан ұстап, әлгі көрші үйге қарай сүйрей жөнелді. Мен Асан ағайыңмен сөйлесіп қойдым. Әзірше осы үйде тұра тұр. Кешке қасыңа келіп қонамын. Үйдегі киімдеріңді де әкеп беремін, деп қояды. Мен таңғала түсінбей, "Үйден неге қуып жатсың?" дедім. Сәнімгүл абдырап: "Анам алған ұлым түрмеден шығыпты. Мені тауып алып, қазір үйде жатыр. Әкең келем дегенше көршінің үйінде жата тұрайық. Асан көрші жақсы кісі." Сонда ғана ұқтым. Әрі іштей қуанып барамын. Енді Асан ағайды өзіме ғашық етемін деген жаман ой шырмап алды. Ол кездері әкем Россияға затқа кеткен. Әйтпесе ол малғынды үйде жатқызбайды. Асан ағайда менің келетініме хабардар. Жылы қарсы алды. Сәнімгүл болса кешке дейін қасыма келіп тексеріп тұрды. Сосын түнде қонуға келіп, бір бөлмеде ұйықтадық. Мен өзімнің армандағы ойларым іске аспағанына ашуланып жатырмын. Иә, өзімше Сәнімгүлге ашуланып жатырмын. Қайта келіп, менің Асанның көзіне түсуіме кедергі жасады. Таңертең ерте тұрғанмен шай дайындағым келді. Бірақ Асан ағай менен бұрын тұрып, дастарханды жайнатып қойған. Сәнімгүл ұйқыдан тұра сала үйге қарай кетті. Мен екеуміз ғана қалғанымызға іштей қуанып барамын. Сөзге тартқым келді. Өте салмақты кісі екен. Әлде мұғалім болғасын ба, мәдениетті сөйлейді. Таңғы асты ішіп болғасын, мені университеттің жанындағы аялдамаға түсіріп кетті. Әлі де тым жас болғандықтан, өзімнің ол кісіге деген ғашық екенімді тез білдіріп қойғанымда ол кісі ұқты. Менің өзіне ынтық екенімді білген Асан ағай сабақта мені күтіп алды. Мен мәз болып қуанып қалдым. Көлке отыра сала: "Ағай, қыдыртыңызшы, қаланы аралатыңызшы", деп еркелей кеттім. "Жарайды, кішкентай көрші. Бірақ сен мені жақсылап тыңдашы", деді. Мен ойладым, ол кісі де маған сезімі бар екенін айтады деген өз ойыма сендім.
Арада 20 күндей өтті ғой. Асан ағайдың көзіне түсу үшін біраз тер төктім. Үйінде жинап, сәл ашықтау киініп, шаш үлгімді өзгертіп, сезім деген нәрсе бәрін істетеді екен. Тағатсыздана Асан ағайдың сөзін естуге жүрегім дүрсілдеп барады. Бәрін біліп жүрмін. Маған ұнау үшін күнде құлпырып жүргеніңді де көріп жүрмін. Бірақ мен үшін сен қызымдайсың. Сен тым жас, аңғал әдемі қызсың. Айналаңа қарашы, өзіңдей жап-жас қыздар өзі қатарлы жігітпен қол ұстасып, көшеде қыдырып жүр. Ал енді қара, дәл қазір екеуміз көшеде қол ұстасып жүрсек, адамдардың бәрі сенің менің қызым деп ойлайды. 5-6 жылдан соң мен ел ағасы боламын. Сол кезде менің түріме, келбетіме қарап, кәрі екенімді ұғасың. Өкініш сезімі болады сол кезде. Махаббат жасқа қарамайды деген бос сөз. Алма жегін келсе де, сырты үсіген, дәмі кеткен алманы жегін келмейді. Мені сол үсіген алма деп ойла. Түсіндің ғой, кішкентай көрші. Мынадай сөздерден кейін өзімнің ісімнен қатты ұялып кеттім. Негізі Асан ағай мықты мысалмен асықпай түсіндірді. Сол күннен соң Асан ағайды көрсем, көзімді төмен салып жүретін болдым. Әкем де жұмысынан келіп, әлгі малғынды үйден қуып шықты. Енді келетін болса, түрмеге тығамын деп қорқытты. Сәнімгүлге де әкем ұрса сөйледі. Ұлыңды қорқытып қоймадың ба? Енді келсе, шыққан жеріне қайта жібер. Үйде қыз бар екенін білесің. Неге ол итті үйде асырадың? Деп біраз сөйледі. Күндер өтіп жатты. Сәнімгүлдің ұлы тағы келген. Ол күні әкем үйде болатын. Тағы ұрыс керіс болып, Сәнімгүл өз еркімен бұл үйден кетіп тынды. Кетпей тегім келді. Бірақ ол өткен үшін кешірім сұрап, мен бұл үйден кетпесем, ұлым қайта келе береді. Сендерге зияным тимесін. Барлығы үшін рахмет, деп көзіне жас ала үйден кетті. Біраз күн өткен соң сіңілімді үйге әкелдік. Әкем екеуміз қуанып жүрміз. Әкем Россияға баратын жұмысынан шығып, осы қаладан такси тұрағына жұмысқа тұрды. Жағдайымыз жақсы. Сіңілімнің ай сайын түсетін ақшасы да бар. Сіңілім анама тартқан сүйкімді жан. Бұлай ешқандай ауруы жоқ. Әп-әдемі қыз. Бірақ абайсызда қорқып қалса, талмасы ұстап қалады. Сол себепті оқуымды аяқтағанша сіңіліме медбике жалдадық. Оқуымды бітіріп, ешқандай жұмыс жасамай, сіңілімнің қасында болдым. Әлі де қасында бірге тұрамыз. Тұрмыс құрмадым. Қанша жігіт сөз салып, отбасы құруға ниет етіп, сіңілімнің жағдайын айтып, үй болған соң сіңілімді жаныма алатынымды айтқанда, әлгі жігіттер безіп кетеді. Тіпті біреуі айтқан: Құдай мені сақтаған екен. Сенің ауру сіңілім болса, демек сенің тұқымыңның бәрі ауру. Енді көрмегенім сен болсын, деп телефонда айтқанда, жүрегім шымырлап, бүкіл ер адамға деген сезімімді суытып жіберді. Иә, мен сол алғаш рет Асан ағайға ғашық болдым. Ол да жауабы жоқ үнсіз махаббат еді. Одан кейін мүлде ешкімге ғашық болмадым. Қазіргі таңда әкем мен сіңілім үшеуміз тұрамыз. Сіңілімді жалғыз тастай алмаймын. Алланың маңдайыма жазғаны сол болар. Асан ағай өзімен шамалас әйелге үйленді. Балалары бар. Бірақ отбасында анау айтқандай тыныштық жоқ. Кейде ішіп келіп, әйелмен ұрысып жатады. Әйтеуір бітпейтін ұрыстар бар. Менің оғанда еш сезімім қалмаған. Шынымен де қартайған еркек екенін енді байқадым. Бұрын мен ғашық болғанда жас жігіт сияқты еді. Сәнімгүл ұлымен бір пәтерде тұрады екен. Сәнімгүл жұмыс жасап ақшасын ұлына береді. Ұлы үйде жатып шер. Бірде базардан көргенімде айтқан болатын. Осылай кейіпкер өзгеге ой салар деген ниетпен өз өмірін баяндап әңгімесін аяқтайды.